Қарбыздың көшеттері. Баршаға ассалаумалейкум. Естеріңізде болса, осы фундамент төбесіне мен қарбыздың көшеттерін еккен болатығымын. Сөйтіп түбіне 1 литр биогумус салдым. Бірақ олар не істеді? Өнбеді, басқа қылмады, тұрып қалды. Бақылап қарап отырсам, мынау біздің жер кірпіштің топырағы екен, асты жағы. Жалпы қосымша мынау арам шөптердің нелері, мінге тамырлары бәрі қаптап кеткен. Мына көшетіміз. Енді не істеп жатырмын? Бір жағынан қорған ретінде салафан немесе осындай бір не бар, душтың несі бар ғой. Соны салып, ішіне биогумусқа топырақты араластырдым. Тереңдігі шамамен 40-50 сантиметр. Осылай жасасам өніп кетеді деп ойлаймын. Себебі мына жаққа қанша су құйғанмен басқа шөптің тамырлары келеді. Сосын жаңағы мынау топырақ, сар топырақ болған, ылғалдың бар топыраққа кетіп қалады да, біздің қарбыздың несіне, көшетіне не жетпей жатыр, су жетпей жатыр. Бір жағынан суды ұстайды, жалпы эксперименттер жалғасады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біраз уақыттан кейін, 1-2 аптадан кейін, Құдай қаласа, нәтижесімен бөлісетін боламыз. Құдай қаласа 2 апта арадан өтті. Мінекей. Өте тамаша нәтиже. Осы салафандарды қойғанымыз жақсы болған екен. Негізі ерте көктемде осылай жасау керек екенмін. Мінекей, әдемі болып жайқалып жатыр. Енді өнім күтеміз енді. Гүл орап көңілімді көктемде жылытып еді. Өмірде қайғы мен барым ұмытып едім. Жүрушек екеуміз егіздей, шаршадым сен іздей. Сөндейдің таңдатқан шолпандай үмітім менің. Мен сен-ау әдемі ақ бұлттан жасап алғанмын. Тәтті сай қиялыдың ерке сол асау арманның. Мен сені ағылпай ешкімнің қолы жетпейді. Әдемі ақ бұлттан жасап алғанмын.